эфиріміз үзіліп кетті, не үшін екенін білмеймін. Сразу шығарып жіберді. Қазір анау архивте тұр, сақталса сразу шығарамын. Бізде бұл үшінші сабақ, бірінші күннің үшінші сабағы болып кетті ғой. 7-ші бөлімге келдік. IQ мен EQ-ді айтып жатырған едім. IQ бізде ақыл, EQ бізде эмоция. Осы салаға байланысты қандай курс оқығыңыз келеді, қандай білім алғыңыз келеді. Короче, білім ғой. Сіздің біліміңіздің білім мен дамуға жауапты осы сектор. Жеті. Не оқығыңыз келеді, жаза беріңіздер. Не қалайсыз, ағылшыннан дамығым келеді, анау, мынау. В общем, дамуға қатысты бүкіл нәрсенің бәрін жазыңыздар осы жерге. Болған соң мынаны түсіндейді. Ең соңғысы кәсіп. Жұмыста қандай дәрежеге жеткіңіз келеді? Кәсіп, жұмыс и признание. 8-ші пункт жұмыс, кәсіп, признание. Яғни признание деген қалай? Мысалға, жұмыста мені ең мықты кадр ретінде дәлелдеп, короче, мойындаса екен. Дұрыс па? Білмеймін ол кім қандай жұмыс істейтінін. Сол саласына байланысты сол адамды мойындаса екен деген ойың болса, сол жерге жазасын. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыз бітті. Мен және мақсаттың тақырыбын ашып, барынша айтуға тырыстым. Қолымнан келгенше. Үйлеріңе барып үйрету ғана қалды. Қала өттердің Қазақстан шоколад әперіп мәз болдым ше. Тілімді тамақтандырып жатырмын деп, күндерде зор екен дәмші. Ғани, сен мені бақтың ғой бүгін. Енді кейде сөзбейді жақсы olur ма мен? Дәмді. Бағасы да жақсы болып тұр ғой оның. Дәсәлді қымбады. 8-ші мен дегеніз. 8-ші кәсіп, жұмысың жайлы. Және де признание. Сосын IQ, EQ-ға шығармашылық кіреді ғой. Өші айттым ғой қыздар. 8 IQ мен EQ. Білімге қатысты. Қазір жазғанымызды қайта жазсақ болды. Не алсын сіз қайта жазып? Жазың деп тұрып жазын, білмеймін ше. IQ, EQ, шығармашылық, білім, дамуы. 8-ші жұмыс, кәсіп. Кім қандай жұмыс істегісі келеді? Ол жұмыста лауазымы қандай болған қалайды? Кімдер оны, мысалға, нақты білікті кадр деп бүкілі мақтап көрсетсе екен деген сияқты ішкі ойларымды бүкіл нәрсенің бәрін тарақ бетіне түсіреміз. Қыздар, одан кейін мен сіздерге бүгін тапсырма берем. Ертеңге дейін соны орындайсыңдар. Орындамасыңдар, сабаққа қатыспайсыңдар. Күніңізден бит ашуын қазір, бит түспен ашам, бит қазір, біткен ашамай қалды. Бүгінге осы қыздарына эфирді сақтаймыз ғой. Сақтаған кезде барын көріп аласыздар. Не паникуйся, пожалуйста. Любой нәрсені жеңіл қарайық. Жеңіл. Ұрыс шығармаймыз. Себебі мен уже обед уақытысы 3 сағаттан бері отырмын. Қолымнан келгенше істедім енді. Қазір сақтасам, эфир қатып қалмай әдемі болып сақталады. Не кетпей үшін. Не первый раз замужем болып отырып қой. Тапсырма сіздерге. Тапсырманы орындаңыздаршы. Лермонтов деген қатып. Тапсырма. Бірінші тапсырма. Так, қыздар. Артық сөзді қоямыз. Сіздер оқушы позициясыздар, тыңдаңыздар. Қолдарыңыздан кесе. Мойындаймасаңыздар, оны өздеріңізден. Тапсырма. Бірінші тапсырма. Телефонды тазалау. Телефондарыңыз тазалайсыздар. Фото, видео, анау, екеу, үшеу түсіп кеткен, қоқыс болып тұрған нәрселердің барлығын телефонды тазалайсыздар. Бірінші. Шипанер, пипанер демей қойын. Телефондарыңыз тазалаңыздар. Өзіңізге больше пространство қалыптастыру үшін. Қараптан қарап маған мені қанша теңге сырдың? 550 теңге сырдың. Бөлшектеріміз қазір. Бірінші тапсырма түсінкі ма?
телефонды тазалау ертеңгі күнге дейін орындайсыздар. Даже қазір шыға салып орындайсыздар. Мағасын жөнейді. Екінші тапсырма бүгіннен бастап бір кітап табасыздар. Мама қалсын. Күніне 10 беттен оқыған кезде бір айда бір кітап тауысуға болады. Мынандай кітап емес. Любой кітап алып оқисыздар. Бүгінгі күннен бастайсыздар. Кітап аласыздар, кітап. Обязательно кітап керек. Күніге оқисыздар, күніге. Әдет қылып қалыптастырасыздар. Бірінші телефон тазарту, екінші кітап оқу, үшінші тапсырма күнделікті 100 теңге болсын садақа бересіздер. Үзбей, ана чатта птичка қойып отырасыздар. Садақаларыңызды. Әдетке айналдырады. Әдетке айналады. Садақа сіздің жолыңызды ашпаса, о 100 теңге сіздер байып бітпейсіздер. Зато садақа беріп жатсыздар да. Кітап сияқты күнделікті кітап оқу әдетке, садақа беру әдетке айналу керек. Одан кейін соңғысы сол екен. Мана айту керек, тапсырманы түсіндіңіздер ғой, қатып қалған жоқ па? Бір нәрсе айта салайыншы сіздерге. Кері байланыс что-то не то ғой. Қыздар екен. Балдар екен. Бірінші телефон тазалаймыз. Жоқ, жинамаңдар, копилкаға салмаңдар. Сосын не істейсің? Копилкаға садақа деп жинайсың да, сосын копилканы ашып балдарыңа барып ойнатасың ба? Болмайды ғой ондай. Или Меккеге барасың ба соны жинап? Жоқ, болмайды. Жоқ, Каспий бар ғой, жіберіңдер Каспиймен. Или мешітке бер, или хотя бы 100 теңге. Күнделікті беріңдер, күнделікті. Хотя бы тыйының болса, көп қой енді бір амалын тапта бер. Егер сен өзіңнен бірдеңе бермесең, саған келмейді ештеңе. Телефон тазалау, кітап оқу, сосын күніне садақа беру, 3 тапсырма берем. Мен ішінде отқан суымы батырғаным не? Өлеме, ішінде отқаным сон. Көріп қалдым ба? Қолым жүп кеткен суға. Ішіп қойған қойыпты. Не ғой, қыздар, просто мынандай да, сен ол копилканы жинап жүресің да, садақаға депші, бір күні шайтан ой салады да, сен ол садақаға атаған ақшаны өзіңге жаратып қоюың мүмкін да. Я, магазинде қайырымдылық боксқа салыңдар, дұрыс. Сосын жоқ деп айта алу. Осыны мен бір сабақ арнағым келеді, бірақ үйренген айтам. Жоқ деп айтып үйреніңдер бұдан былай. Неге? Жоқ деп айтудың көркем түрлері бар. Жоқ деп айту, ойбай, бұғанша 2 сағат уақыт арнағанда бұны қалай түсіндірем? Жоқ деп айту. Давайте осынша жоқ деп айту деген қазір мен қолым тисе ма, әйтеуір алдағы уақытта жоқ деп айтудың техникасын үйретем. Сенде бар, не үшін адамға жоқ деп айту керек? Кеше сендерді... Сен маңдай аяқ түсіпті да. Енді? Сөйде, әнше алмайым да қоқтым да сөйде. Әнше кіші тұлқым. Алдың ба? Иә, алдым. Қараңыздар, жоқ деп айтып, не үшін маңызды? Мысалы үшін мен сабақ басталғалы бері кешелі бері менстерге жоқ деп айтып жатырмын. Байқадыңыздар ма соны? Кім байқады? Жоқ деп айтып жатқанды кім байқады? Технична. Жоқ деп айтып жатырмын. Кім байқады, байқамады, қыздар? Мен сендерге жоқ деп айтқан жоқпын, бірақ подтекстім сол сөздерді айттым. Кім байқады? Сіз жауап беріңдерші. Байқадыңдар ма, байқамадыңдар ма? Қалай байқадыңдар? Өзіңнің шекараға біреуді кіргізбеу.
яғни мысалға мен уәде еткен тақырыптардан даже больше мен үйреттім. Ары қарай жаңағыдай проработка, анау мынау, анамен ұрысып қалдым, сіз маған айқайладыңыз, жаңағыдай үйтіп бастайық. Мынадан әңгімені маған өткізуге болмайды. Себебі әркімнің өзінің жеке шекарасы болады. Если мен қазір отырып алып, сабақ отырып, сіздердің бойдарыңызға тиіп кетсем, оларға мен проработка жасап, бүкіл энергиямды, бүкіл уақытымды сіздерге арнай алмаймын. Себебі 24 сағат сендегі бар, 24 сағат менде де бар. Соны тиімді, эффективный, болашаққа жоспар жасап, в общем, сол уақытты пайдалану әркімнің өзінің еркінде. Егер сен адамға жоқ деп айта алмасаң, егер мен сендерге жоқ деп айта алып, әрқайсың проблемаларын шешіп, давайте, Кать, сенде не проблема, давай, мен қайын әпкемен ұрысып қалдым, о, оңбаған, ол неге саған ұрысады, сен қандай правасы бар деп мен айтатын болсам, біріншіден, кез келген ертең қарым-қатынас сабағында осыны талқылаймыз. Кез келген проблема, саған келіп жатқан проблеманың түбінде сабақ бар. Сабақ. Сен ол сабақты түсінбейінше, сен ол проблемадан уақытша шығып кетуі мүмкін. Сен ол проблеманы түсінбейінше, ол сабақ саған келе береді. Сол үшін сен ол сабақ саған келгендіктен мен ол сабаққа араласуыма болмайды да. Мысалы, сенің енеңмен қарым-қатынасыңа мен араласамаймын. Сенің күйеуіңмен қарым-қатынасыңа мен просто оның себебін айтып саған көмек беруі мүмкін. Яғни мынандай, мысалға сен проблемада тұрсаң, сенде сондай шиеленіс бір каша болып тұрса, сен ол проблемадан шығу жолын көрмейсің да. Шыргөбелек, мысалға мынаның ішінде тұрсың да, сен ше, мынаның ішінде тұрсың, сен осының ішінде шыргөбелек айналып жатсың да. Мындай бәрін ұрсып, бүкіл проблеманы бәрін жасап жатсың, қырып жатсың, жойып жатсың, жылап жатсың, еңіреп жатсың да. Сырттағылардан көмек сұрап жатсың, Айдана көмектесей маған, шығарсай деп жатсың да. Мен мына жерде сенде не проблема болып тұрғанын көріп тұрмын да. Үшінші адамға көрінеді біреудің проблемасы. Байқайсыңдар ма? Біреу проблемасын айтып, подружкаң біреу жамандап, бір өзінің басында келеңсіз жағдайды айтып тұрған кезде сен сыртынан қарап тұрсаң, осознанно ересек адам сияқты қарап тұрсаң, сен білесің, ана подружкаңның негізі кінәсі бар екен ше. Просто сен оның көңіліне қарап, ой, оңбағанда саған дұрыстамапты деп өзінше спасатель болып тұрасың да. На самом деле сен біліп тұрасың, оның кінәсі міне батпандай екен ше. Сол үшін мына нәрседен шығу үшін адам өзі мына жерден сабағын алмайынша өзі шыға алмайды да. Біз мына жақтан оны құтқарып, мына жақтан құтқарғанмен бәрі ол сабағын алмайынша мынаған түсіп айналған да. Түсіндік па? Түсіндік па? Бұл өте ұзақ тақырып негізінде. Бұл негізі біздің сабаққа кірмейді да. Сондықтан мен примерно түсіндіріп айтатқаным, жеке шекараға кірмеңіздер. Мүмкін болса, қазір мен сіздерді күтемін. Кері байланыс сабақ тақырыбында, сабақ жөнінде, сосын жоқ деп айта алмаудың, ол мен өзім түсіндірдім ғой сіздерге. Мәдениет түрі не пайдасы бар екен, не зияны бар екен, болашақта айтып, осылай айтсам айтам. Себебі бұған 2 сағат уақыт арнағанда не үшін жоқ деу керек екен ше. Сонымен сол сабақ өте пайдалы болды деп ойлаймын. Мен қолымнан келгенше барын түсінікті тілде айттым. WhatsApp'та қазір ашамын, кері байланыстарыңызды күтемін. Сразу эффектілеріңізбен WhatsApp'та бөліссеңіздер екен. Давайте жақсы сау болыңыздар.